Сәлем достар, сіздермен бірге шеберлік каналы. Бұл видеода біз екі спицымен тоқылатын пинетканы көрсетемін. Жерде мен бір данасы дайын. Ол үшін бізге әрине жіп, екі спицы керек, және де ине. Менде тағы да мынандай гүл дайын тұр. Бұл гүлдер қалай істелінетін алдыңғы видеолардан көрсеңіз болады. Ендеше бастайық. Мына жерде 20 данасын алып дайындап қойдым. Менде спицин номері 2,5. Және де бұндай жіпке кейбіреулер 3 алуы мүмкін. Бірақ та байқағаным, егер сәл кішірек емес кішірек болса, онда сіздердің тоқымаңыз әдемі жататын болады, тоқылады. Біріншісін біз тоқымаймыз. Сіздерге узылын көрсетейін, қандай. Мынандай келген қарапайым, кәдімгі. Мұндай істеу үшін біз біріншісін шешіп аламыз. Ұнағаны маған кейбіреулер тек қана оң теріс қана тоқи алуы мүмкін. Сондықтан сондайларға арналған десе болады. Аса бір өрнекті тоқып, сондай қиындығы жоқ. Сізге ақырындап көрсетейін. Осылай тоқи береміз. Соңына дейін. Бұл пинетканы 5-9 айлықтарға келеді. Соларға арнап істесеңіз болады. Ал соңғысын теріс аламыз. Әр кезі соңғысын теріс тоқып отыру керек. Келесінде дәл солай тоқимыз. Мына жерден алсаңыздар болады. Немесе мына жақтан алсаңыздар болады. Қалай өздеріңізге ыңғайлы. Былай істейміз. Тоқи береміз осылайша. Үлкен размерде осы тәртіппен тоқылады. Тек қана 20 алмаймыз әрине. Оны аяқты өлшеп, кейін аламыз. Қанша дана керек екен. Келесі қатарда осылай тоқыла береді. Еш өзгеріссіз. Өлшеп отырайық. 5 сантиметр болған кезде тоқтап, кейін жалғастырамыз. Жерде 5 сантиметр тоқып шықтым.
мінекей. Келесі істейтініміз мына жер болады. Ол үшін алты данасын қысқарту керек. Кейінгі мына өрнекке өтеміз алдыңғы қатарына. Әдетінше біріншісін шешіп аламыз. Кейінгісін кәдімгідей тоқимыз да. Жай көрсетуге тырысайын. Кейін артқысын іліп алып, ілдік. Алдыңғы дананы содан өткіземіз. Мінекей, қалдырдық. Яғни біріншісін мынаның мойнында қалды десе болады. Бір кетті. Тоқимыз. Алдыңғы жақтан шығарып. Екі. Үш. Төрт. Бес. Енді соңғысы. Алтауын қысқарттық. Кейін өрнегіміз, мына жерде байқасаңыздар, екі қатар оң, екі қатар теріс. Осылайша тоқылады. 5 сантиметр жасадық. Мына жеріміз болады. Мына жерімізде 5, ал мына жеріміз біздің 10 сантиметрде болу керек. Шатаспасам. Енді өлшеп көреміз. Енді біздікі 10 болу керек. 10 болу үшін, мына жерде қазір 10-ға қарай тоқитын болсақ, біздікі қайтадан мындай өрнек болып қалады. Сол үшін теріс тоқимыз, теріс аламыз. Артқа көштік. Оң болып тұр. Осылай оң болып қалу үшін және тағы бір қатар жүргіземіз. Соңғысын теріс алып отырамыз. Мына жақта теріс болу үшін біріншісін шешіп алдық. Мына жерде енді оң қыламыз. Өйткені өрнегіміз теріс болып тұр. Бізге мына бетте екі теріс, екі оң болу үшін оң қарай тоқимыз.
мына жерде мүмкін енді тоқып жатқанда шатасуы мүмкін. Өйткені өз басым ең бірінші тоқып бастаған кезде оң мен терісті айыру өте қиын болды маған. Мен тоқу барысында түсіне бастадым. Мына жерден көрініп жатыр, теріс болып жатыр. Енді теріс аламыз әрине. Бұл жерде екінші қатар. Оң терісті айыра алатын болса, олар тез тоқып тастайды бұны. Түсіне отырады тәртібін. Сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар. Білгенімше сіздерге жауап беруге тырысамын. Екі қатар болды. Келесі, оны өнеміз мына бетін қараймыз. Мына жерде оң болса, яғни бізге теріс керек. Біріншісін шешіп алдық. Теріс тоқимыз. Сонда қай жерден бастап атқанымызға қарап, соңғысы қалай болды, солай істейміз. Мына жерде оң болды ма? Бұл бірінші қатар еді ол бізде. Яғни екінші қатар еді. Оны істейміз. Арғы бетте бізде теріс шығарғымыз келіп жатыр, ал бергі бетте оң шығарғымыз келіп жатыр. Келесі бет айналдырамыз. Осылай қарап отырамыз. Мына жерде теріс болса, екі қатар. Бізге оң шығару керек. Яғни біз оң тоқимыз. Осылай алмастырып 10 сантиметрге жеткізу керек. 10 сантиметр тоқып болдым. Бастаған жеріміз. Мына жерден бастаған еді ғой, міне. Екі қатар. 10 сантиметр болды. Енді бізге жаңа қысқартып тастағанымызды қайтару керек. Ол мына жер болады. Ол үшін аламыз жібімізді. Алтауын кездіреміз осылай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 болды. Енді біздің өрнегіміз мынаған қайтып келу керек. Ал мына жерде оң болып бітірілген. Сондықтан біз теріс аламыз. Теріс тоқи бастаймыз. Мысалы, бастапқыда оңымен бастап, соңына дейін істедік қой, сол кезде бізде осындай өрнек болды. Ал бұл жерде сәл басқаша болады, өйткені қай өрнекпен бітіргенімізге байланысты. Сонда мына жерден теріс аламыз. Теріс алып отырамыз. Біріншісін әшейін өткізбейміз, өйткені ол тоқылуы тиіс. Өйткені біз қостық қой. Ал мына жерден камераны көрсетейін сіздерге ақырындап. Мына жерден алып отырмын. Өткіздік.
осылай тоқылады бұл. Арт жағынан алдық. Тағы да көрсетейін. Арт жақтан. Бұлар өзіміздің тоқымаларымыз. Айналдырамыз. Бұл жерде де теріс алып отырамыз енді. Бізге мынандай өрнекті шығару керек. Біріншісін шешіп аламыз енді бұл жерде. Осылайша айналдыра отырып, теріс тоқи береміз да. 5 сантиметр шығам дегенше сол тоқи береміз. Егер сіздер біріншісін соңына дейін тігіп дайындамасаңыздар жақсы болады. Мен сияқты барлығын қосып қойдым ғой мен. Бірінші екеуін бірге тоқып алып, салыстырып отырсаңыз болады. Соңғысын теріс аламыз тоже. Былай. Мінекей. Осылай кете береді. Яғни осылай теріс ала беріңіздер. Кейін екеуін салыстырып отырсаңыздар болады. Мысалға мына жерге дейін жету керек болады. 5 сантиметр. Мына жерден 5 сантиметр шықты. Немесе былай өлшеп көруге болады. Аласыздар да. Осылай көреміз. Тіпті мен кішкене асыр жіберіппін. Қорқынышты емес, сөге салуға болады оны. Немесе осылай қалдыра салуға да болады. Болады. Қазір мына жерді қысқартамыз. Қысқартпаймыз, қайда жабамыз тоқымамызды. Біріншісін шешіп аламыз да, екіншісін тоқып жаңағыдай. Арт жақтан алдым, тоқыдым. Іліп алып, шығарамыз. Камера анық көрсетсін сіздерге. Ақырында біреуін көрсетейін. Тоқыдым. Бер жақтан шығарымды. Арасын сол арқылы шығаруға тырысамын. Ой, қаттырып жібердім. Дейміз. Жерден шығарамыз. Осылай
соңына дейін істеп шығамыз. Соңына дейін істедім. Мына жерде спицаны алып тастаймыз енді. Ілмекпен алты жіпті. Бір айтып кететін мына жерде жайт, мысалы, қазір барлығын қосамыз ғой тігіп. Мынау біздің табанымыз болады. Егер сіздер өзін жібіңмен тіккіңіз келсе, әрине көбірек қалдырамыз. Бірақ менің жібім сондай қалың болғандықтан, мен бұндай жіппен емес, кәдімгі тігін жіппен тігуді шештім. Өйткені егер табаны қалың болып кетсе, кейін бала жүрген кезде батуы мүмкін. Сондықтан мен кәдімгі жіппен тіктім бұл жерді де. Мына аяқты да солай істейміз. Сондықтан мен мына жерден көп қалдырмаймын. Өткізем былай. Тағы да біреуін өткізе салайын. Кейін артығын қырқып тастаймыз. Келесі қадамымыз бұл алдын жеу керек. Сонда бізден андай томпиып тұратын болады да алды. Мен өзім жібіме істей берем. Көбірек ала берейін. Мысалы, мындай бір дана пинетка шығу үшін менде 50 грамм жіп жеткілікті болды. Тереушпен өткізсеңіздер де болады, қалай ыңғайлы. Мен ілмекпен істеймін әдетте. Жақынырақ ала беремін, сол кезде тартуға ыңғайлы болады. Мына жерде орамаған жақсы. Мен ора жібердім. Біреу кете берсін. Нарықтан тартам. Біреуін қалдырып кетіп. Қазір осылай істей берейік. Мен камера жақтан тұрған кезде ыңғайсыз. Сосын қайта ораламыз. Өткіздік. Соңына дейін енді тартамыз. Әдемі болып отыр. Енді осылай байлаймыз.
осы жерін жақсылап байлау керек та, кейін шығып кететіндей болмау үшін. Кейінде тесік болмаған жақсы. Артығын алып тастай берсек болады. Мына жерде газ қиғаннан кейін сондай жалбырап тұрмау үшін бірінші көріп алайық, қайсы оң қылғымыз келеді, қайсысын теріс қылғымыз келеді. Бірақ та менде айырмашылық көріп тұрған жоқпын. Сол үшін мына жіпті астына тығып ілмекпен кейін қиып тастасақ болады. Мына жерді кәдімгі жіппен газбен тігіп шығамын. Мінекей бітірдік. Осындай пинетке шықтым. Тігіп шықтым, алдын. Және осындай түсті менде жіп болмағаннан кейін мынандай түспен тігіп қойдым. Және өзіне сай келетін түс болса, тіптен жақсы. Рахмет сіздерге. Және де біздің каналдағы басқа видеоларды көріңіздер, жазылыңыздар, және де бөліссеңіздер болады. Сау болыңыздар.